Армысыздар, қадірменді бокс сүйер қауым, 3 сәуір күні Біріккен Араб Әмірлігінде американдық жартылай жеңіл салмақтағы WBO чемпионы Джамел Херринг өзінің чемпиондық атағын Карл Фрэмптонға қарсы қорғайтын болады. Дәл осы үлкен бокс кешінде қос қазақстандық боксшы өнер көрсететін болады. Бұл алғашқы жартылай орта салмақта өнер көрсететін Жанкош Тұраров және алғашқы орта салмақтағы Тұрсынбай Құлахмет. Бүгінгі шығарылымда дәл осы екі спортшының алдағы жекпе-жектері жайлы сөз қозғайтын боламыз. Ең алдымен Тұрсынбай Құлахмет жайлы сөз қозғағым келіп отыр. 27 жаста небәрі 2 жекпе-жек өткізген, кәсіпқой деңгейде қазір таңда бокс рингте 188 орында тұр бұл спортшы. 2020 жылдың соңында барымызға белгілі WBC International чемпиондық атағын жеңіп алған болатын. Қарсыласы дәл сол жекпе-жектегі Маккалей Макговен бұған дейін жеңіліп көрмеген кәсіпқой деңгейде. Жалпы Тұрсынбай Құлахмет әрине қазақ бокс жанкүйеріне өте жақын таныс боксшылардың бірі. Ұлттық құрама сапында өте нәтижелі өнер көрсетті. 2019 жылы Азия чемпионы атағында және сол жылы Екатеринбургте өткен әлем чемпионатында қола жүлдегер атанған болатын, бірақ 2020 жылы кәсіпқой деңгейге ауысуды жөн санаған екен. Жалпы әуесқой бокстағы тәжірибесі өте мол. Дәл осы тәжірибесінің арқасында қазір кәсіпқой деңгейде өте керемет өнер көрсетіп жүр. Естеріңізде болса, дебюттік жекпе-жегін Сағдат Рахманқұлға қарсы өткізген болатын. Сағдат кезінде ақш-та өнер көрсеткен, біраз тәжірибе жинаған, талай Американың залдарында шыныққан боксшы. Небәрі 4 раундқа созылған өте керемет тартысты жекпе-жек болды. Көрмесеңіздер, көріп алуыңызға кеңес беремін. Өте қызықты жекпе-жек. Міне өзінің бірақ кәсіпқой бокстағы тәжірибе аздығына қарамастан тіпті кештің басты жекпе-жегінде өнер көрсетіп үлгерді. Ұлыбританияда жергілікті боксшыдан басым түсті, жоғарыда айтқан болатын, және небәрі екінші жекпе-жегінде аймақтық чемпиондық титулға қол жеткізіп үлгерді. Бұл жерде менеджерлердің жұмысын ескеру керек шығар. Әзірше MTK менеджерлік компаниясы өз қызметін плюс 5-ке атқарып келе жатыр деуге болатын шығар. Ал дәл осы жекпе-жекте Тұрсынбай Құлахметтің қарсыласы кім? Венесуэлалық спортшы, жасы 34-те, Хебер Рондон есімді. Ең қызықты факт, бұл спортшы жайлы бұрын-соңды Венесуэла сыртында ешқай жерде шаршы алаңға көтерілмеген. Кәсіпқой деңгейдегі 20 жекпе-жектің барлығын Венесуэлада өткізген, және бұрын-соңды бұл спортшы жеңілмеген. 10 жекпе-жегін нокаутпен аяқтаған болатын, және ең бастысы бокс рингте әлдеқайда жоғары тұр. Тұрсынбайдан жоғарыда айтқан болатын, Тұрсынбай 188 орында болса, ал Хебер Рондон 154 орынға келіп табан тіреп отыр. Соңғы жекпе-жектердің бірінде Брайан Медина қарсы, доминикандық спортшы қарсы Феде Латин чемпиондық атағын жеңіп алған болатын. WBA тұжырымдамасы бойынша, яғни өз құрлығының чемпионы болып табылады қазіргі уақытта. Бірақ бұл жерде таңғалудың түк қажеті де жоқ шығар. 2-0 және 20-0. Былай қағаз жүзінде қарасаңыздар, бұндай спортшыларды қалай қолға түйістіруге болады деген сияқты ой туындауы мүмкін, бірақ жоғарыда айтқан болатын, өз елінен бұрын-соңды шықпаған, және кәсіпқой бокста небәрі 2 жыл жүр. 34 жасында, қазір таңда 34, яғни 32 жасында кәсіпқой деңгейде өнер көрсете бастады деген сөз. Және бұл спортшының бір қызық жері, бірден кәсіпқой бокстан бастаған, әуесқой бокста тәжірибесі өте аз. Ал бұл кәсіпқой бокста әрине ең маңызды емес, бірақ бұл да өте маңызды фактор.
көптеген боксшылар ең алдымен әуесқой бокста тәжірибе жинап алған жөн санайды. Тағы да не айтуға болады Хебер Рондон жайлы? 20 қарсыласының 19-ында теріс рекорд, яғни жеңілісінен жеңілістері көп. Небәрі бір қарсыласында 14-0 деген рекорд болған, бұл жоғарыда айтып кеткен доминикандық Брайан Медина. Яғни бұл қарсыласты жалпы Тұрсынбай Құлахмет еш қиындықсыз өту керек, яғни жеңу керек деген тұжырымға келіп отырмын. Сондай ойға келіп отырмын. Жалпы тіпті бір болжам жасаудың да қажеті жоқ шығар, бірақ кішігірім осы қарсыласпен таныстырып кетуім керек деп есептеймін өзім. Және дәл осындай қарсыласты әрине Тұрсынбай Құлахмет еш қиындықсыз жеңу керек, және бұл жерде біз ешқандай айып айтуымызға да құқымыз жоқ шығар. Небәрі 3-ші жекпе-жегін өткізгелі отыр. Қазіргі таңда дәл осындай қарсыластармен өткізу керек. 20-0, 25-0 деген спортшылармен бұдан да мықты жігіттер кездесе алмай жатады. Қазір менеджерлік тұрғыдан, промоутерлік тұрғыдан Тұрсынбай Құлахметті өте жақсы алып келе жатыр. Демек, бұл спортшы қазақстандықтардың арасында алғашқылардың бірі болып чемпиондыққа қол жеткізіп қалуы әбден мүмкін. Дәл осы бокс кешінде өнер көрсететін тағы бір қазақстандық спортшы бұл Жанқош Тұраров, 30 жасар боксшы. Қазір таңда 24-0 рекорды, кәсіпқой деңгейде өнер көрсетіп жүргеніне 11 жыл болды. Бірақ рингте өнер көрсетпегеніне 1,5 жылдан астам уақыт болды, өтіп кетті. Естеріңізде болса, елордамызда Барыс аренада өткен MTK Қазақстан ұйымдастырған алғашқы бокс кешінің басты жекпе-жегінде өнер көрсеткен болатын. Аргентиналық Маура Годой есімді спортшы қарсы WBO интерконтиненталь чемпиондық атағына қол жеткізген болатын. Міне дәл осы бокс кешінен кейін Жанқош Тұраровты үлкен рингте көрген жоқпыз. Ал Жанқоштың қарсыласы кім? Бұл ұлыбританиялық Тайрон Маккена 21 жекпе-жек өткізген, кәсіпқой деңгейде 2 жекпе-жекте жеңіліс тапқан, небәрі 6 жекпе-жегін нокаутпен аяқтаған болатын. Бірақ өз салмағында өте мықты боксшылардың бірі болып есептеледі. Боксрек қазір таңда бұл спортшыны өз салмағында 21-ші орынға қойып отыр. Бір қызығы, Жанқош пен Тайрон Маккена бұрында кездесуге мүмкіншілік болды. Естеріңізде болса, 2019 жылдың соңында Golden Contract деп аталатын жоба өз ісін бастаған болатын еді. Бірақ Жанқош жарақатына байланысты бас тартты. Ал дәл осы Тайрон Маккена 8 боксшыдан тұратын Гран-придің финалына дейін жеткен болатын. Финалда О'Хара Дэвистен ұтылып қалған болатын. Мен дәл осы Гран-при барысында кездесу әбден ықтимал еді, бірақ осындай спортта жиі болып тұратын жарақат араласып отыр. Ал жалпы бұл боксшының стиліне, физикалық ерекшеліктеріне келетін болсақ, жалпы өзінің алғашқы жартылай орта салмақ үшін өте ұзын бойшаң спортшы болып есептеледі. 185 см деп берілген екен. Жалпы жекпе-жектерін қарасаңыздар, қарсыластарынан кем дегенде бір басы жоғары екен көрініп тұрады. Жанқоштан бұл спортшының бойы 10 см ұзын және алдыңғы аяқта тұрып, алдыңғы қолды төмен ұстап, джебті көп қолданады, бірақ аяқта көп қимылдамайды. Және бұл салмақ үшін жылдам спортшы деуге де келмейді, көбінесе бір орында тұрып жұдырықтасқан жөн санайды. Ал Жанқош барлығымызға белгілі, өте шапшаң жылдам қимылдайтын спортшы. Бокс тілімен сөйлейтін болсақ, футворк, яғни аяқпен жұмыс өте жоғары деңгейде. Сондықтан стилистикалық тұрғыдан өте қызықты жекпе-жек болайын деп тұр, және Жанқош Тұраров үшін бұл жекпе-жек сондай бір емтихан ретінде де қарастырылып отырған шығар. Неге десеңіз, қазір WBO интерконтиненталь чемпиондық атағы бар, бірақ біраз жекпе-жек өткізгеннен кейін рейтингтен шығып қалған болатын. Міне дәл осы жекпе-жекте жеңімпаз атанса, ал
Тайрон Маккена 21-ші орында тұр бокс ректе, естеріңізде салайын отырайын. Алдағы уақытта WBO тұжырымдамасы бойынша чемпиондық атақты да сарапқа салып қалуға әбден мүмкін. Сондықтан егер бүгін жеңіске жетіп жатса, онда чемпиондық атаққа бірнеше қадам жақындай түседі деген сөз. Жалпы оңай шағылатын жаңғақ емес. Тайрон Маккенаның тағы бір басымдылығы бұл менің ойымша 10 раундтық жекпе-жектердегі тәжірибе. Жанқош Тұраров бұған дейін 10 раундтық жекпе-жек өткізбеген, ал Тайрон Маккена болса өзінің 21 жекпе-жегінің 8-інде 10 раунд өткізген болады. Сондықтан ұзақ жекпе-жектерде тәжірибесі көп, ал бұған дейін 1,5 жыл бойы жекпе-жек өткізбеген. Одан бөлек карантин бар. Дәл осының салдарынан қазір Жанқош Тұраровтың бабы қандай күйде екені бізге белгісіз. Менің ойымша шешуші фактор дәл осы. Яғни қазір Жанқош Тұраров қандай күйде, және 10 раундтық жекпе-жектегі тәжірибесі жоқ, аздау. Сондықтан дәл осындай тұрғыдан бір қиыншылықтар пайда болуы мүмкін. Яғни менің айтқым келіп отырғаны, Жанқош Тұраров егер де уақытынан бұрын алғашқы 5 раундта жеңіске жетпесе, ары қарай раунд өткен сайын жағдайы қиындай түсуі әбден мүмкін. Сондай сценарий ең жақын жалпы бұл жекпе-жекке. Дәл осындай фактілерге сүйене отырып, мен 60-та 40 деп есептеймін бұл жекпе-жекте, яғни 60% Маккена жеңіске жетеді деген ойдамын. Ал өз ойларыңызды әрине комментарийде жазып кетіңіздер, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Жалпы Тұрсынбаев, Құлахмет жайлы, Жанқош Тұраров жайлы, қарсыластары жайлы, жалпы бұл жекпе-жектер жайлы не ойлайсыздар, міндетті түрде комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.